егер монархиядан мысал алатын болса, ол кезде басқа да монархиялар бар еді ғой. Бельгия, Дания, Нидерланд, Франциядан басқасының бәрі монархия еді ғой ол кезде. Кімнің киносында қарасаңыз, осы Оян қазақты жазған Міржақып Дулатов ана кітабын көтеріп шығып байларға келеді ғой. Немесе ана кім Ахмет Байтұрсынов келіп, Америкада мынандай газет бар, Англияда бәленбай мың газет бар, бізде бір мүлдем бірде бір газет жоқ, давай газет ашайық, оған ақша керек, кім бай қанша қой береді, қанша мал береді. Яғни бұл жерде сол қазақтың байларын мемлекет үшін қызметке, мемлекет үшін мал дүниесін жұмсау үшін, сол үшін меніңше Жапонияның моделі қызық болды деп ойлаймын. Жапонияда байларды бұрын ең төменгі сатыда болған байлар енді ең жоғарғы сатыда болды да. Қазақта да сол жай бай емес, енді сен мемлекет үшін қызмет ететін бай бол деген сияқты. Сол модельді алғысы келген шығар деп ойлаймын.